Ал құрметті оқушылар, бүгінгі Балғатай Өтешев атындағы балалар кітапханасына қош келдіңдер. Бүгін біз қазақ жазушысы, прозашы, публицист Мұхтар Мағауиннің 85 жыл толуына орай «Бір атаның балалары» шығармасын талдаймыз. Сендерді алда қызықты тапсырмалар мен кезеңдер күтіп тұр. Олай болса, кеттік. Қазір сендерге тапсырма беріледі, ұпай бойынша есептелініп отырады. Бірінші тапсырма осы шығарманың идеясын анықтайсыңдар. Сендерге берілетін уақыт 2 минут болады. Ал балалар, болдыңдар ма? Спикерлар шықса? Идеясы жаман ұлт жоқ, жаман адам бар. Себебі Зигфрид неміс баласы болса да, жау саналса да, өскен және жас кезінде жақсы және мейірімді адам болды. Зигфрид қайтыс болған адамды да құрметтейді. Осы повесть мейірімшілік, достық, адамгершілікті үйретеді. Жаман уақытты өткен балалар мейірімшілікке үйренді. Екінші топ? Қандай ұлт болса да тату тәтті болу керек. Олар өзге ұлт болса да бір отбасыдай болу керек. Басқа ұлт болса да туған бауырдай болу керек. Көп рахмет. Сендер бірінші кезеңді өте жақсы керемет орындадыңдар. Ал екінші тапсырма сендерге идеясын анықтап болса, енді сол шығармадағы кейіпкерлерге талдау жасаймыз. Яғни кейіпкерлерге мінездеме беріп жазасыңдар. Зигфрид мейірімді бала, оны ұрып соқса да, оны мазақтаса да, ол өзінің үйіне оларды жылап айтып бармады, өйткені ол тұйық болды. Ертай мен Нұртай ол екеуі де бір-бірде жақсы бала, ол бір-бірде жақын адам. Ол екеуі де ақ көңіл, екеуі де мейірімді, екеуінің мінезі бір-бірде ұқсайды. Шәкір ең кіші бала, ақ көңіл және аңқау бала. Келесі бірлік тобы Ислам. Сәбит үйдің үлкені және ол ержүрек бала. Ол үйдің үлкені болғанмен бүкіл жауапкершілікті өз мойнына алатын мықты қайсар бала. Марат ол өте ақылды, сабырлы бала болады. Ол өзінше ойланып қалған бала, ойлап істі шешімге қабылдайды. Шәкірт үйдегі ең кенже бала. Ол өте аңқаулау және ақ көңіл, өте сабырлы бала. Ертай көп сөйлемесе де өмірді терең түсінетін бала.